Ассаламуғалейкум достар. Қазақ адал сойылып, қан шығарылған малдың етін жейді. Бірақ әлемдегі тұратын халықтың барлығы да біз сияқты адал емес. Жәндік жеп күн көретіндер де көп. Тіпті жер бетіндегі жыбырлаған құмырсқа мен шырылдауық шегірткен ұлттық тағам ретінде санайтындар бар. Бүгін Q-Life арнасы сіздерге жәндіктерден жасалатын сұмдық тағамдарды көрсететін болады. Видеомыз басталмастан лайктарыңызды басып кетіңіз, себебі кейін таң қалып ұмытып кететін шығарсыз. Және осы видеоны көру барысында тамақ жемеңіз, себебі ұшынып кететін шығарсыз. Ал кеттік. Таиландтағы бамбук құрттары. Таиландта бамбук ағашында өрмелеп жүретін құрттарды пісіріп жеу ата дәстүрге айналған. Одан әрине біздің нәзік психикамыз жиіркенеді, алайда жергілікті тұрғындар үшін бұл норма. Көбі білмейтін шығар, бірақ бамбук ағашын кессе ішінде құрт толып жүреді. Жинап алды, пісіріп жей бері. Қазір Таиланд еліндегілер оны арнайы пакеттерге салып, чипсы секілді сауда орталықтарында сатады. Индонезиядағы дернәсілдер. Шығыс Индонезияда тұратын ауыл тұрғындары пальма ағаштарында жүретін қоңыздың дернәсілін қуырып жейді. Оның дәмі тіл үйреді. Тіпті жергілікті тұрғындар ағаш құртын ұстап алып, құйрығына жіңішке ағаш тығып, жәндіктің басын құлақтың ішіне қаратып жібереді екен. Құрт құлақтың ішінде қатып қалған кірді жеп, тазалап шыққаннан кейін көрінеді. Ал кейін бұл дернәсілді жеп қоюға да болады. Жауын құрты мен ірімшік. Жерорта теңізінде тұратын Сардиния аралының тұрғындары касу марцу атты жауын құртын жақсы көреді. Оны ірімшік пен ешкінің сүтіне салып, тіріде жейді. Жаңадан пайда болған жауын құртты ірімшіктің бетіне салады. Ол бұл жерде тірі жата береді, бірақ ірімшікке тойған кезде оны қуырып, алдымен дәмін көреді. Тіпті дастархан басында дегустаторларды ыңғайсыз жағдайға қалдырған оқиғаларды орын алып отырады. Ірімшікке тойған жауын құртын дәмін көрер кезде секіріп кетіп шашырап бет-аузын былғаған кезде болған. Сондықтан дегустаторлар жауын құрт қосылған ірімшікті жер алдында негізінен көздеріне көзілдірік киіп алып барып тамақтың дәмін көреді екен. Африкалық жұлдыз құрт. Оңтүстік Африканың тұрғындары негізінен осы аймақта көбірек тіршілік ететін жұлдыз құртты ежелгі тағамдарының бірі ретінде санайды. Бұл жәндіктен не жасамайды дейсіз? Оны сығып кептіреді, одан кейін суға қайнатады, тағы да кептіреді, сосын әртүрлі соусқа қосып, біраз уақытқа бұқтырады. Тіпті пияз турап жүгеріден жасалған бламыққа қосып әзірлейді. Колумбияның сүйікті асы құмырсқа. Бұл тағам колумбиялықтардың ең қарапайым түрде жасалатын сүйікті асы болып есептеледі. Құмырсқаны лаулап, жанып тұрған отқа шала пісіріп, оны жапыраққа орап жейді. Әсіресе Австралия жерін мекен ететін бал татқан құмырсқалар ең дәмді болып саналады. Балы татыған құмырсқаны австралиялықтарды женсік ас ретінде пайдаланады. Тіпті жергілікті аборигендер мұны ең мықты деликатес деп есептейді. Су жәндіктері. Су клопы жер шарының әр қиырындағы өзен көлдерден кездестіруге болады. Америкалықтар су жәндігін улы деп есептесе, Шығыс Азия аймағындағы кейбір елдің тұрғындары оны тамақ ретінде пайдаланады. Мысалы, тайлықтар оны шала қуырып, соус араластырып, дастарханға әртүрлі гарнирмен қояды. Филиппиндіктер олардың аяғы мен қанатын алып тастап, тұтастай жей береді. Шырылдауық қытырлақ шегірткелер. Бұл мексикалықтардың ұлттық тағамы. Шегірткені мексикалықтар кептіреді, қуырады, суға қайнатады, немесе шикі күйінде жей береді. Олардың ең сүйікті ас мәзірі шегіртке қосылған гуакамоле деп аталатын тағам. Шырылдауық шегірткені тез қуырады. Ол қызыл түске айналған шақта ірімшік қойылған нанның бетіне қойып жейді. Таяу шығыстың кейбір елдерінде де шегірткені суға қайнатады, содан соң күнге кептіреді. Қытай мемлекетінде шегірткеден кәуап жасайды. Угандада сорпаға ет ретінде қосады. Бір қызығы, өткен ғасырдың орта тұсына дейін Уганда елінде шегірткені жеуге тыйым салып келген. Себебі угандалық әйел оны жеп қойса, шегіртке басты бала тууы мүмкін деген сенім болған.
Инеліктерді нанға жағып жеу. Сонымен қатар инелікті де жеңіл ас ретінде пайдаланатын ел бар. Ол Бали елінің тұрғындары. Бали үнді мұхитымен шектесетін кішкентай арал. Әрине инелікті ұстау қиын, бірақ жергілікті тұрғындар инелік қонатын жасыл шөптің бетін арнайы сұйықтықпен желімдетіп қояды. Оны ұстап алған соң қанатын жұлып тастап, сарымсақпен араластырылған кокос сүтіне қайнатады. Дайын болған соң бетіне қант сеуіп, нанмен қосып жей береді. Ғалымдардың пайымдауына қарағанда, біздің жер шарымызда тіршілік ететін 1462 жәндік түрін жеуге болады екен. Бірақ оның бәрін жеу керек пе? Ол ең біріншіден діни көзқараспен қарайтын болсақ, бұл харам. Ал екіншіден, оны қазақтың асқазаны еш қабылдай алмайтын шығар. Менімен келіссеңіз, лайк басып кетіңіз. Әрине, подписаться деген қызыл батырмаға басуға ұмытпаңыз. Сонда біз жаңа видеоларымызды жиі шығаратын боламыз. Қуанышта жүздескенше сау болыңыз.